халайық дүниенің түбіне жеткен ешкім жоқ. Ол дүниеге жету бұл жетістікте емес, алға қойған үлкен бір асыл мақсатқа да арзымайды. Бұның барлығы өткінші нәрсе. Сол үшін пайғамбарымызға оларға қарама деді. Бәлки біз сендерге белгілер бердік деп айтқасын, пайғамбарымызға келген неше түрлі сөздерді сипаттап айтады. Саған сенбей жатыр, бірақ мен сен туралы Инжилде де, Тауратта да, басқа кітаптарда да айтып қойдық. Одан бөлек олар айтатын шығар, ертең өкінет, сен бізге бірден бүйтіп азап түсірмей бізге пайғамбар жібергеніңде біз соған ерер едік деп айтады. Сол өкінбес үшін біз сені жіберіп тұрмыз дәлел ретінде дейді. Сол үшін сен оларға айт. Сен пайғамбар емессің, саған сенбейміз деген адамдарға айт. Күтіңдер. Күте түсіңдер. Ертең кім тура жолда екендігі, кім Алланың ырзалығын табушы екендігін көреміз дейді.